Ассалаумағалейкум достар, байланыстан мен Ағаниет Нұрланұлы. Бүгін біз фитнес әлемінде ең кеңінен таралған бұлшықеттің бірі пресс жайында айтатын боламыз. Нақтырақ айтсақ, прессті қалай дамытамыз және пресске арналған ең эффективті жаттығулар жайында айтатын боламыз, және тағы да басқа түрлерін айта кетеміз. Достар, сіздерде пресс бұлшықеті әдемі әрі анық көрінуі үшін сіздерде тері асты майының мөлшері аз болуы тиіс. Тері асты майын кетіру үшін сіздер калорияны азайтып, кардио жаттығуларын жасауларыңыз тиіс. Калория бұл мүлдем басқа тақырып, сондықтан алдағы уақытта тері асты майларын қалай кетіруге болады және кардио жаттығулары, бой өсіру сынды түрлі қызықты видео сабақтар болады. Сондықтан төмендегі қызыл подписаться мәзірін басып, каналға жазылуларыңызды сұраймын. Ал енді тақырыпқа қайта ораламыз. Пресс бұлшықетіне арналған өте көп жаттығулар бар. Олардың барлығы негізінен осылай аяқты көтеріп жасалатын қозғалысқа негізделген. Бірақ солардың ішіндегі ең керемет, өзім ең эффективті, ең маңызды деп санайтын жаттығуларды көрсететін боламын. Достар, бізде бірінші жаттығу осы турникте орындалады. Турникте ұстап, жоғары максималды түрде аяқты көтеретін боламыз. Және жасағанда пресстік қысымнан шығармаймыз. Және де достар, бұл жаттығуды жаңадан істеген адамға қиын болуы мүмкін. Сондықтан біз тіземен жасап бастаймыз. Осылай турникті ұстап, тізені бүгіп, аяқты максималды түрде көтеретін боламыз. Және бұл жаттығуда да пресстік қысымнан шығармаймыз. Осы жаттығуда жіберілетін басты қателіктер. Олар прессті қысымда ұстамау, түскенде аяқты сілкіп тастау және раскачкамен жасау. Достар, мен негізіне пресс бұлшықетін жаттықтырғанда ортаңғы бөлігіне қарағанда екі шеткі бөлігін көп жаттықтырамын. Себебі бізде екі шетін жаттықтырғанда ортаңғы бөлігі де іске қосылады. Екі шетін мен 4 подход 20-25 қайталымнан жасаймын. Ал ортаңғы бөлігіне соңында екі шетін жаттықтырып болған соң 2 подход 20-25-тен жасайтын боламын. Міне мен екі шетін былай жаттықтырамын. Турникті алып, екі шетке көтеретін боламын. Және прессті қысымнан жібермейміз. Және де достар, дәл осы жаттығудың оңайлатылған түрі басында бастаған адамдарға жасауға арналған. Міне дәл олай жасалады. Бұл жаттығуда да тіземен көтеріп және бұратын боламыз. Міне достар, менің жаттығуым осылай жүзеге асады. Достар, сіздерге тағы да бір жақсы айтар кеңесім. Турникте прессті жаттықтырған кезде көбісінің қолы ұстамайды. Сондықтан біз мынандай лямканы қолданамыз. Міне осындай қолдан тігілген лямканы алып, міне өзім жалғыз осылай байлап көрсететін боламын. Және бұлай жасағанда бізде осылай жасайтын боламын. Және бұлай жасаған кезде бізде жаттығуды соңына дейін аяқтауға болады. Дәл осы турникте орындалатын жаттығуды біз бұршада да орындаймыз. Шындаққа тіреп, тізе болса тіземен, ал егерде жоғары көтере алсаңыздар, осылай көтеретін боламыз. Бұл жаттығуда да прессті қысымнан жібермейміз. Жоғарыдағы көрсетілген турник және брусья сізде болмаса, еденде орындалатын ең керемет жаттығудың бірі осы. Техникасы көріп отырғандарыңыздай. Осы пресс бұлшықетін
Мен аптасына 2 рет жасаймын. Яғни 4 күнде 1 рет жасаймын. Пресс бұлшықеті басқа бұлшықеттер сияқты демалтып отырғанды жақсы көретін бұлшықеттердің бірі. Басқа бұлшықеттер сияқты жыртылады және қайтып орнына келеді. Восстановление дейді, солай. Орнына келеді. Дәл солай жаттықтырамыз. Достар, осымен менің видео сабағым аяқталды. Егер де видео сабағы ұнаса, арнаға жазылып лайк басып, өз пікірлеріңізді жаза отырыңыздар. Алдағы уақытта бұдан да қызықты бейне сабақтар болады, сондықтан жіберіп алмай, арнаға жазылуларыңызды сұраймын. Алдағы уақытта бұдан да қызықты бейне сабақтар болады. Сол қызықты бейне сабақтардың бірінде жүздескенше сау болыңыздар. Алдағы уақытта бұдан да қызықты бейне сабақтар болады, сондықтан жіберіп алмай, арнаға жазылуларыңызды сұраймын. Арнаға жазылуларыңызды сұраймын. Алдағы уақытта бұдан да қызықты бейне сабақтар болады. Сол қызықты бейне сабақтардың бірінде жүздескенше сау болыңыздар.